Жүректе қалатын бір ән Мектебім. Ақтаң менің ашылған есік еді, бала күннің ең таза бесік еді. Бір партада күлген достарым ай, сол күндерім қайта келмесі белгілі. Бор иісі бар сыныптың ішінде, арман жазды қаппақ дәптер бетінде. Ұстазымның мейірімді дауысы қалып қойды мәңгі менің есімде. Бүгін біз Басқа жолға шығамыз, балалықпен үнсіз қоштасамыз. Көзде жас, жүректе бір үміт бар, бірақ біз бәрібір самғаймыз. соңғы қоңырау, жүрегімде мәңгі соғылады ау. Мектебім менің алтын ұям, Саған деген сағыныш жоғалмайды ау. Соңғы қоңырау, балалық шақ артта қалады ау. бірге өскен достарым аман бол. Әрқайсымыз бір жұлдыз боламыз ау. Аман бол, мектебім, аман бол, достарым, аман бол. Бүгін біз, Түлекпіз, аман бол, ертең біз. асқақпыз. Кеше ғана жүгіретін дәлізде, бүгін із тұрмыз бәріміз бірге. Күлімдеген суреттегі қараймын, естелік боп қалды бәрі көңілде. Ұстаздарға мың алғыс айтамыз, арман қуып алысқа аттанамыз. Қайда жүрсек, қай жерде болсақ та, мектеп деген жүректе Сақталамыз, бүгін біз басқа жолға шығамыз, балалықпен үнсіз қоштасамыз. Алматыда Алып Тәсем қаласында Думан атты кең жазық даласында мектеп бар. Қазақы иісі аңқыған арналған әрбір қазақ баласына. Армысыздар, ардақты ата-аналар, аяулы ұстаздар, құрметті қонақтар, қадірлі жас түлектер. Мектебім саған мың алғыс атты 2025-2026 оқу жылының соңғы қоңырау салтанатты жиынына Қош келдіңіздер. Міне, көптен күткен салтанатты сәт те келіп жетті. Кеше ғана мектеп табалдырығынан имене аттаған ол қыздарымыз ойы толып, бойы өсіп, алтын ұя мектебімен қоштасар сәтті күтіп, соңғы қоңырау мерекесіне келді. жас жүректің өмірлік құштары гүл, бағбан ұстаз баулыған құстары бұл. Қоштасып бүгінгі күн ұясынан сол құстардың бір тобы ұшқалы тұр деп, бүгінгі салтанатты жиынымыздың егерлері мен сынып жетекшілерін зор құрметпен қарсы алайық. 11-ші А сыныбы, сынып жетекшісі математика пәнінің мұғалімі Заирова Мақпал Батырхановна. Сынып жетекшісі ағылшын пәнінің мұғалімі Иманбекова Рашида Оспановна. Б сыныбы, сынып жетекшісі тарих пәнінің мұғалімі Берік қызы Нұрсәуле. сыныбы, сынып жетекшісі
tarix pənining muğallimi Besirova Mayra Beketovna. Sınıfı sınıf жетекшісі орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Кадырхан Айдана Кадырханқызы. Sınıf жетекшісі орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Сембаева Динара Рафиковна. Анамнан асып, толқындай тасып, сені толтырам, сені толтырам, сыңғыламын, көңілде тұрам. Анамнан асып, толқындай тасып, төгілген мұң, аттанай сәтте, төгілген күннің, болмады сені соңғы қырам. Бұл салтанат қуаныш баршамызға, мұндай күн болған сірә қаншаңызда. Тілек айтып сәт сапар тілейтұғын арнайы қонақтар бар ортамызда дей отырып, салтанатты жиынымыздың қадірлі қонақтарымен таныс болыңыздар. Атамекен кәсіпкерлер палатасының аудан директоры Қалжанов Айдос Ермекұлы. Медеу ауданының құрметті ардагері, белсенді өмір сүру орталығының мүшесі Амирбаев Марат. Мектеп түзел, төттір. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы кіргізілсін. Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні орындасын.
маңызды ашу және дарынды оқушыларды марапаттау үшін сөз мектеп гимназиямыздың директоры Чорманова Алия Субанқұлқызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, ұстаздар және оқушылар. Ардақты ұстаздар мен ата-аналар, бүгін сіздер үшін ерекше тарихи күн. Шәкірттер мектеп қабырғасында алған білім мен тәрбие, достық пен балалық шақтың ең жарқын сәттері артта қалып, үлкен өмірге қадам басқалы тұр. Қымбатты түлектер, 2025-26 оқу жылы сіздер үшін жетістіктер мен жауапкершілікке толы жыл болды. Білім жолында табандылық танытып, мектеп өміріне белсене араласып, өздеріңізді сан қырларыңыздан көрсете білдіңіздер. Сіздердің әрқайсыларыңыз еліміздің ертеңі, тәуелсіз Қазақстанның болашағысыздар. Мектептен алған білімдеріңіз бен тәрбиелеріңіз сіздерге өмірдің кез келген белесінде бағыт бағдар берсін. Армандарыңыз асқақ, мақсаттарыңыз айқын болсын. Қай салада жүрсеңіздер де адалдық пен еңбекқорлықты серік етіп, туған елдеріңіздің мақтанышына айналыңыздар. Алда ұлттық бірыңғай тестілеу, мемлекеттік емтихандар, мамандық таңдау, жаңа өмір кезеңі күтіп тұр. Осы маңызды сәттерде өз күштеріңізге сеніп, батыл қадам жасаңыздар. Әрбір жетістіктің артында үлкен еңбек жатқанын ұмытпаңыздар. Алда ұлттық бірыңғай тестілеу, мамандық таңдау және жаңа өмір кезеңі күтіп тұр. Осы маңызды сәттерде өз күштеріңізге сеп батыл қадам жасаңыздар. Сіздерге ақ жол, мол табыс, биік белестер тілеймін. Еліміздің абыройлы, білімді, саналы азаматы болыңыздар. Сәт сапар жас түлек, қанаттарыңыз талмасын. Сонымен бірге бүгін біздің ата-аналарымыздың көмегінің арқасында және түлектеріміз Таза Қазақстан акциясына қатысып жатыр. Медеу ауданының бүкіл түлектері қайырымдылық акциясына қатысудамыз. Таза Қазақстан бастамасы бойынша номер 2 балалар үйінің аумағын көгалдандыру, абаттандыру жұмысы жүргізіледі. Сіздердің қолдауларыңызға көп рахмет. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Жүректері лүпіл қаққан әрқайсыңызды бүгінгі соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймыз. Құрметті ата-аналар, ұлдарыңыз, қыздарыңыз өкілеген үміттеріңізді ақтасын. Өздерің діттеген мақсаттарына жетсін. Мемлекеттік грант егерлер атансын. Дендері сау болсын, бастары аман болсын. 2025-2026 оқу жылы математика пәнінен республикалық халықаралық олимпиадаларға қатысып, жоғары нәтижелер көрсеткен оқушыларымызды марапаттауға рұқсат етіңіздер. Биылғы оқу жылымызда 169 оқушы мектеп аяқтап отыр. Оның ішінде 5 алтын белгіге үміткер оқушымыз, 5 үздік аттестатқа үміткер оқушымыз бар. Мемлекеттік емтихан қорытынды аттестаттау аяқталғаннан кейін осы оқушыларымыздың түсін түстеп, атын атап, қолдарына үздік аттестатын, төстеріне алтын белгісін тағу біздерге көруді, сол сәтті көру біздерге бұйырсын, көз айымы болайық. 11-ші А сынып оқушысы Сыпабек Әлішер халықаралық шексіз математика олимпиадасында 3-ші орын, қола медаль. 10-ші А сынып оқушысы Әбдіғали Заңғар Серік Сабина сертификат алып, жазда Болгария мемлекетіне өтетін олимпиадаға жолдама алды. Құттықтаймыз. Заңғар сонымен қатар алтын түлек олимпиадасының 1-ші орын мақтау қағазбен марапатталды. Наурыз ОБТ мемлекеттік
37 балының иегері. Б сынып оқушысы Оңдасын Жұлдыз 3-ші орын. 11-ші Ә сынып оқушылары Бақыт Айнара Мақтау қағазы. Ғылыми жобалар конкурсының қалалық кезеңінде ерекше жетістіктер жеткені үшін мақтау қағаздарымен марапатталды. 11-ші Ә сынып оқушысы Болат Аружан Асхатқызы ғылыми тәжірибелік хакатонда қатысып, химия пәніне деген қызығушылығы және зерттеушілік қызметке деген ұмтылысы үшін мақтау қағазымен марапатталды. 11-ші Г сынып оқушысы Мүсірепов Бағжан, Сағатбек Аружан Зейін 2025 республикалық ғылыми жобалар байқауынан 1-ші орын алып, мақтау қағазымен марапатталды. Түркия елінде өтетін халықаралық кезеңге шақырту алды. Құттықтаймыз. Мектеп деген білім кені, жыр кені. Мектеп деген құрметті түлектер, бүгінгі өмірдің жаңа қадамы, мектеп бітіру күндеріңіз құтты болсын. Алдағы уақытта қандай мамандық иесі болсаңыздар да, нөмірі 172-ші мектеп гимназияның ұстаздарының сіздерге берген білімін, тәрбиесін ұмытпауларыңызды және өмірлік жол серік қылып қолдануларыңызды сұраймын. Сонымен қоса, құрметті ата-аналар және ұстаздар, мінекей бүгінгі 25 мамыр біздің түлектер үшін соңғы қоңырау соғылып тұр. Бұл мектеппен қоштасу және өмірдің жаңа кезеңі басталу болатын маңызды әрі толқынысқа толы күн. Балалардың бітіру іс-шаралары кезінде қауіпсіздігіне ерекше назар аударуларыңызды сұраймыз. Ресми бөлімнен кейін түлектер көбінесе мейрамханаларда жиналады, немесе автокөлік кортеждерін жасайды. Өкінішке орай еліміздің әр бөліктерінде осындай шаралардың соңы жазатайым оқиғаларға, жанжалдарға келіп соғып жатыр. Кез келген іс-әрекеттің салдар болмас үшін жіті бақылауларыңызға алып, осындай керемет күнді жақсылықпен аяқтауды тілеймін. Құрметті түлектер, ақ жол сіздерге. Мектеп деген білім кені, жыр кені. Мектеп деген ғылымның ең үлкені. Мектеп деген тәрбиеші адамға, мектеп деген таланалардың мекені. 11-ші сынып оқушыларының орындауында қош бол мектебі мәнін қабыл алыңыздар. Қателіктер болды бізде кей жерде, үйретуден жалықпаған ұстаздар, жанашырда болардың көп жерде, көп жерде. Қош бол енді мектебім менің, сен де оқып, сен де көктедің, қоштасар сәттің алтын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қоштасар
мектебіме аяулы асыл жандар көп келеді. Құрметпен қонақтарға сөз берейік, жақсы сөз жанға ыстық нәр береді деп. Құттықтау сөз кезегі Атамекен кәсіпкерлер палатасының аудан директоры Қалжанов Айдос Ермекұлы мен Белсенді өмір сүру орталығының мүшесі Амирбаев Марат қонағымызға беріледі. Қадірменді көпшілік, құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, құрметті бүгінгі мектепті бітіретін түлектер, барлықтарыңызды бүгінгі мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Өмір жағы тарыдай болып, таудай болып шығып атсыңдар, Мұқағалидың сөзімен айтқанда. Өмірге қадам басып атсыңдар. Осының барлығы ата-аналарыңның, осы гимназияның ұстаздарының арқасында гимназияны бітіргелі отырсыңдар. Барлықтарыңызға бақыт, жақсылық, қуаныш тілеймін. Алдағы мемлекеттік емтиханды ұмытыны жақсы тапсыруларыңызға, еліміздің құрметті ұл-қыздары болуларыңызға тілектеспін. Рахмет. Ал құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар, жас түлектер, сіздерді міне оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймыз. Қадамдарың нық болсын, армандарың асқақ болсын. Әрдайым осы 172-ші мектептің біздің түлектеріміз деп әрдайым мақтанып жүретін үлкен өмірге қадам басып жатсыздар. Адамгершілікті, адалдықты ту етіп, үлкен маман иесі болатындарыңызға сенеміз. Жақсы азамат болып, осы Қазақстан Республикасының мықты азамат пен азаматшалары болып өсе беріңіздер. Осы мектепті жүрексіне қадам басып аяқтаған едіңіздер, ал енді қазір таңда үлкен өмірге, шексіз мүмкіндікке ие өмірге қанат басып жатсыздар. Әрдайым бұл өмір тегіс болмауы мүмкін, бірақ сіздердің бойларыңызда қайсарлық та бар, тауды қопаратын күш те бар. Сондықтан да біздің айтады, қазақтың жайнар даласы, жетілер оқып баласы, шошытатын мені сол олардың күндес саласы, дағдысы сіңген бойына. Тастаңдар күндес мақтанын, көрген соң таңның атқанын, ел бастайтын жастарым, жөн емес шай жатқанын, нұр құймай елдің ойына. Басса адал жолға елді, еңбек жанатын заман мынау. Міне, еңбектерің жанып, мемлекеттік емтиханнан үздік өтіп, Медеу ауданының атын үлкен белеске шығарып, асуларды аса беріңдер. Ата-аналарыңыздың, ұстаздардың, мектептің үмітін ақтайсыздар деп сенеміз. Ақ жол сіздерге, жас түлектер. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Я Құдайым оңласын, еш жамандық болмасын, қызыр бабам қолдасын, не тілесе тілектерің орындалып, ұландарым, бақытты ғұмырлы болыңдар. Мына алдағы мемлекеттік емтиханды ұбытыны жақсы тапсырып, еліміздің, отанымыздың құрметті ұл-қызы болып, жақсы бақытты өмір сүрулеріңе тілектеспін. Әмин. Бүгін міне жақсы күн жарқыраған, көңілдер қуаныштан сарқыраған. Қоштасатын уақыт келді мектебімен, қиындау болып тұрғой бүгін саған деп, кезекті әсемен жолдауды уақыт әнімен 11-ші сынып оқушыларын қарсы алыңыздар. Жүректің жан сырын айтып, уақытты шартты көрсетер. Бәрі де өтеді екен. Бүгінгі айтқан сөздерді ертең-ақ сағынып кетер. Сезіммен
белестерге жетуіне өз үлесін қосып жүрген алтын белгі иегерлері мен үздік аттестат иегерлері гимназиямыздың мақтаныштары, ертеңгі еліміздің жарқын болашағы. Олар Қазақстанның дамуына үлесін қосатын болашақ маман иелері. Биылғы жылдың алтын белгі иегерлері мен үздік аттестат иегерлеріне үміткерлерді жүрек жарды сөздермен ортамызға шақырайық. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, ата-аналар және достар. Мен Ұстабек Әлішер, 11-ші А сынып оқушысы, алтын белгіге үміткермін. Ең алдымен 11 жыл бойы бізге төзімділік танытып, білім берген, бағдар көрсеткен ұстаздарыма мың алғыс. Және де әрдайым менің қасымда демеуші болып көмектескен ата-анама, және де мектептегі әр күнімді қызықты өткізген достарыма көп рахмет айтамын. Бізді алда үлкен өмір мен ұбт күтіп барлықтарыңа сәттілік тілеймін. Сәлеметсіздер, құрметті ұстаздар, ата-аналар және де қонақтар. Мен 11-ші А сынып оқушысы Табанова Алина. Бүгін алтын белгі үміткері ретінде сөз сөйлеу мен үшін үлкен мәртебе. Ең алдымен осы жетістікке жетуіме көмектескен ата-анама, ұстаздарыма және де достарыма үлкен рахмет айтамын. Өз сыныбымды ешқашан ұмытпаймын. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, аяулы ұстаздар және бітіруші түлектер. Мен 11-ші А сынып оқушысы Нұрғожа Шыңғыс. Ата-анамның үмітін ақтай отыра, алтын белгіге үміткер ретінде осы жерде сөз сөйлеу мен үшін үлкен мәртебе, және де осы мүмкіндікті пайдалана отыра мен ең бірінші Аллаға шүкіршілік етемін, және де ата-анама, мектептегі барлық ұстаздар мен қызметкерлерге өз алғысымды білдіремін, және де арнайы осы 11 жыл бойы менің сынып жетекшім болған бастауыштағы Нұртаева Гүлжауһар апайыма, және де Аршабекова Ғазиза және Оспанова Рашид апайларыма үлкен алғысымды білдіремін. Ал және де бітіруші түлектерге болашақта үлкен жетістіктерге жетіп, арман мақсаттарының орындалуына тілектеспін. Құрметті ұстаздар, аяулы ата-аналар және қымбатты түлектер. Мен Жұмаділ Даниэль, 11 А сынып оқушысы, алтын белгі иегеріне үміткер. Мен ең алдымен осы бізге білім беріп қана қоймай, өмір жолында бағыт-бағдар бере білген барлық сынып жетекшіме, пән мұғалімдеріне алғысым шексіз. Аяулы ата-аналар, сіздердің біз үшін төккен маңдай терлеріңіз бен еңбектеріңіз үшін рахмет. Бүгінгі біздің жеткен белесіміз ол сіздердің махаббаттарыңыз бен тәрбиелеріңіздің жемісі. Қымбатты сыныптастар, әрқайсымыз әртүрлі жаққа кетсек те, осы мектепте өткізген әр естелігіміз мәңгі жүректе қалмақ. Барша түлектерге ақ жол тілеймін, армандарымыз орындалып, жолымыз ашық болсын. Армысыздар, ардақты ұстаздар, құрметті оқушылар. Мен Әбдіқани Заңғар, 11-ші А сынып оқушысы, алтын белгіге үміткермін. Мен осы мектеп аяқтағаныма ең алдымен Аллаға, одан кейін осы мектепке, және де сол мектепте 11 жыл бойы білім беріп, алғаш әріп танытқан ұстаздарыма алғыс айтамын. Солардың арқасында осындай жетістіктерге жетіп, 11 жыл білім алу бұйырыпты. Осы жылғы түлектерге ұбт-лар жақсы тапсырып, грантқа түсіп кету нәсіп етсін. Құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар, мен 11-ші А сынып оқушысы Сана Қайым, қызыл аттестат иегеріне үміткермін. Біз осы толқынды күн өткенде біз 11 сынып бойы бізге пән мұғалімдеріне және сынып жетекшілеріне үлкен алғысымды білдіріп, және де құрметті ата-аналар, бізге барлық қолдау көрсеткендеріңізге үлкен алғысым шексіз, және де келесі ақ түлектерге ақ жол тілеймін. Құрметті ұстаздар мен ата-аналар және де бітіруші түлектер. Бүгінгі күн әрбір түлек үшін маңызды әрі толқулы сәттердің бірі. Және де біздің қадірлі ұстаздарымызға тәрбие мен білімі үшін мың алғыс айтамын. Олардың тек қана білім ғана беріп емес, бізді ақ жолға жүргізіп, жаманмен жақсыны ажыратқанына рахмет. Сонымен қатар осы соңғы қоңырауды ұйымдастырып отырған адамдарға, жандарға рахмет айтамын. Құрметті ұстаздар, ата-аналар және түлектер, мен 11-ші А сынып оқушысы Болат Аружан. Міне біз күткен дәл сол күнде келіп жетті. 11 жыл бойы оқытқан мектебімізбен қоштасатын сәт. Шыны керек, ішімізде қимастық та, алдағы өмірде толқыныста бар. Енді алдымызда үлкен жол тұр. Бұл ұбт. Ең бастысы өздеріңізге сеніңіздер. Қандай қиындық болса да, алдыға қойған мақсаттан таймай, тек алдыға жылжу керек.
Бәріңізге сәттілік тілеймін. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар және түлектер. Бүгін біз үшін өте маңызды күн. Біз өзіміз 11 жыл тәрбие алған алтын ұямыздан түлеп ұшпақпыз. Және осыған байланысты өзімнің сынып жетекшім Айдана Қадырханқызына көптеген алғысымды айтқым келеді. Және 11 жыл бойы тәлім тәрбие бергенде барлық төзімділігін бізге арнаған ұстаздарыма, өзімнің жақсы сәттерімді бөліскен достарыма, сыныптастарыма және де өзімнің сүйікті отбасыма өте үлкен алғысымды айтқым келеді. Ал түлектерге ақ жол тілеймін. Бала десе ойламайды, өз қамын көрсем дейді күнге де қол созғанын. Шын жүректен жатса тұрса тілейді, шәкіртінің өзінен де озғанын. Келесі әсем әнмен мектеп түлектерін қарсы алайық. Школьный двор и смех подружек, самый чистый, самый звонкий, и идут по теплым лужам.
Жүректерде алаулайды ән ұшқын, бүгін жақын, ертеңі мен алысың. Орыналар жүрегіңнің төрінен, шыр айналған соңғы биің мектептегі вальсың. Түлектердің мектеп бітірушілер вальсын тамашалаңыздар. Ата-аналар сахнамен жүрмеңіздер, вальске билер келтіресіздер. All my friends tell me I should move on. I'm lying in the ocean singing your song. That's how you sing it. Loving you forever can't be wrong. Even though you're not here, won't move on. That's how we played it. And there's no remedy for memory. Your face is like a melody. It won't leave my head. Your soul is haunting me, telling me that everything is fine, but I wish I was dead. Every time I close my eyes, it's like a dark paradise. No one compares to you. I'm scared that you won't be waiting on the other side. Every time I close my eyes, it's like a dark paradise. No one compares to you. I'm scared that you won't be waiting on the other side. All my friends ask me why I stay strong. Tell them when you find true love, it lives on. That's why I stay here. And there's no remedy for memory. Your face is like a melody. It won't leave my head. Your soul is haunting me, telling me that everything is fine, but I wish I was dead. Every time I close my eyes, it's like a dark paradise. No one compares to you. I'm scared that you won't be waiting on the other side. Every time I close my eyes, it's like a dark paradise. No one compares to you, but there's no you except in my dreams Жақсы шәкірт азамат атанады, халқынан атанадан баталады. Ұрпағына айтсын деп ақ тілегін ортаға шақырайық атананы. Сөз кезегі құрметті де қадірлі 11-ші А сынып атанасы Оразымбетова Ақбөпе Шыныбек қызына және 11-ші Ә сынып атанасы Алтын алқа иегері медицина саласының үздік қызметкері Абдуллаева Күлбазар апамызға беріледі. Құрметті ұстаздар, ардақты ата-аналар, аяулы жас түлектер.
соңғы қоңырау жүрекке жылу сыйлайтын ерекше сәт. Ұстаздарға өлшеусіз еңбек пен мейірімі үшін мың алғыс. Ата-аналарға төзім мен қолдау үшін құрмет. Ал түлектерге ақ жол, асқақ арман, жарқын болашақ тілейміз. Қанат қақсын жас түлектер самғап биік арманға. Ұстаз берген білім нұры жол бастасын әр таңда. Ата-ана үміттері ақталып бір әрдайым. Сәтті болсын жаңа өмір, ашық болсын бар бағың. Құрметті ұстаздар, мына бір жылға істеген еңбектеріңнің, жасаған еңбектеріңнің жаңағы нәтижесін көріп, осы мектептен қаншама өте жақсы баға алған, өте жақсы жетістікке жеткен оқушылар шығып жатыр. Менің бар немерем осы мектепте бітірген. Сіздерге, сіздердің білімдеріңізге, сіздердің тәрбиелеріңізге, сіздердің өте алғыр жеткізіп жатқан жетістіктеріңізге аналық жүрегіммен басымды ием. Сіздерге көп рахмет, ұстаздар қауымы, рахмет. Мынандай тәрбие беріп, мынаны шабаландым, осынша баланы жақсы жетістіктерге жетіп жатқаны сіздердің арқаларыңыз. Айналайын жас түлектер бітіріп жатқан. Мынау мектептің жаңағы соңғы қоңырау емес, бұл алда келе жатқан үлкен өмірге, үлкен жолдама деп есептеңіздер. Алда жаңағыдегі жол, алда үлкен жол ашылып, сол жолда қанша жаңағы еңбектеріңізді, жемістеріңізді сол жолда көрсетіңіздер. Мына ұстаздардан, мына мектептен алған тәрбиелеріңізді алда көрсетеді деп есептеймін. Айналайын балам, заңғар жаным, сенен мен үлкен үміт күтем, айналайын. Сен менің үлкен арманымсың, үлкен тілегімсің. Мен көп балалы анамын. Осы менің семьямнан, мен асыраған баладан бір қаным шықпау мүмкін емес деп армандаған атам жаным. Сол арманға сен жеткіз жаным. Сенің жөніндегі ата-бабаңның әруағы қолдап, кешегі өткен әкеңнің әруағы қолдап, үлкен өмірде жолың алға басып, Алла әруақ Құдай жар болып, мына ұстаздарыңның, ата-аналарыңның берген білімін алға жеткізеді деп сенем жаным саған. Үлкен бақыт тілеймін, мол табыс тілеймін, мол қайрат тілеймін жаным. Күл өмірін жеткіншекке арнаған мұғалімді ардақтамас бармажан. Ол мектептен шықпаса қыс жаза, жемісі оның жердің жүзін шарлаған дей келе 11-ші сынып оқушыларын ұстаз әнімен ортаға шақырамыз.
байқалатын дромен жақынмен қалып жіберу керек аспанға қарата. Бір сыныптың баласындай бауыр болып жарасқан, бірге күліп, бірге өсіп, арман қуып таласқан дей келе, мектеп түлектерінің орындауында бір үйдің баласындай әнін тамашалайық. қолдарыңызға алған ақ көйлек сіздердің бала күндеріңіздің ұрпағылары, ұстаздарыңыздың үміті, ата-аналарыңыздың сенімі іспетті.
автокөліктердің тиімді саналды, адал болуды. Аяғы білім ордасына жүрген аттан армандарымызды еске салып отыратын ақылы құстар болсын. Аналарға болды işte al Көгершін бейбітшіліктің, тазалықтың, адалдық пен үміттің белгісі. Олай болса, аяулы үміттеріңіз ағармандарға жалғасын деп, көгершіндерді ұшырамыз. Балалық арманыңды жетелеп, білім алып, мақсатыңды айқындауға шақырса, бүгінгі соңғы қоңырау түлектердің алтын ұя мектебінде соңғы рет еститін әуенді де мұңды қимас әрекетті үні. Бұл соңғы қоңырау үні, балалықпен қоштасу, үлкен өмірмен қауышу үні. Hayatta. Kişine mına jақ, kişine шетке шығаршы. Бұда жеткен. Шамал арқа, бәріміз түсіреміз сонда. Шамал бұлай. Ұстаз еңбегін ақтап,
аға буын салған жолда абыроймен жалғаса, мектебіміздің ғана емес, тәуелсіз жаңа Қазақстанның мақтанышына айналса, ең үлкен қуаныш сол болмақ. Мектебім саған мың алғыс атты салтанатты жиынымызды жабық деп жариялай отырып, мектеп бітіруші түлектерге алдағы мемлекеттік емтихандар мен ұлттық бірыңғай тестілеуде сәттілік тілейміз. Ақжол саған түлектер. Қоштасар уақыттың жеткеніме, сынаптай сағаттың өткеніме, сағынып жетермін елім саған. Орманын аңсайды көк бөріде, мен өзім берікпін әр сертіме. Ән кешін қалдырып ән шеркіне, жиналған жұртыма көп рахмет. Концертіме қимай тұрмын өз-өзіме, сыймай тұрмын. Тағы келем қазағымның ризамын қартыма, жастарыма, ашықтық тілеймін аспаныңа. Жаратқан бергенше таудай талап, бармақтай бақ берсін бастарыңа. Қоштасқым келмейді махаббатпен, уақыттың талабы қатал әттең. Шығарып салыңдар сахнадан шапалақпен. Қимай тұрмын өз-өзіме, сыймай тұрмын. Тағы келем қазағымның қимай тұрмын